Темірлан мен Мира отандасып, үйлі болғандарына міне 8 жылдан асты. 8 жылда бір шай десіп көрмеген керемет жұп болатын. Мира үйінің тұңғыш келіні, соңдарында ілескен 2 қайны, жалғыз түйір қайын сіңлісі бар. Темірлан өзі вахтовый жұмыс жасайды. 1 ай жұмыста, 1 ай үйде демалған уақытында да тыныш жатпайды. Такси болады қала мен ауыл ортасына. Темірланның әкесі Қасымхан ата мен анасы Дәмеш апа зейнет жасындағы адамдар. Мираның 8 жылда туып берген 3 немерелеріне қарап күндері өтіп жатыр. Мира болса медбикелік қызметті атқарады. Түнгі ауысымға да тұратын кездері болады. Ондайда ата-енесі осы 2 қыз бір ұлдарына қарап ас ауқатын беріп бағып отырған жайы бар. Мираның жалғыз қайынсіңлісі Аякөз қалада оқуын аяқтап, сол өзі оқыған мекемеде, яғни универде сабақ беріп жүрген. Тұрмысқа шығар уағы таяса да, мені алып қашпайды, үйімнен ұзатыламын дейтін. Адамның дегені болмас деген. Міне, бүгін таң атпай үйге хабаршылар келіп тұр. Қайта Мира жұмысына енді кеткелі жатырған. Ата-енесіне таңғы шайларын демдемек болып, шайнекті төгуге сыртқа шығып бара жатқаны сол, есікті аша қалса, алдынан бейтаныс кісілер шығып тұр. Сасқанынан не сәлем саларын, не салмасын білмей тұрып қалды. Десе де іззеттілігін білдіріп, сәлем салып амандасты. «Ішке кіріңіздер», деп есікті нұсқады. Өзі кісілердің соңынан жүріп ішке кірді. Сөйтсе, бұл кісілер Аякөздің хабарын айтуға келген хабаршылар екен. Отырған қыз оңалмас, бағын тауып бақытты болса қуанамыз. Десе де алдымыздан өтіп, сырға салып алсаңыздар да болар еді, деп Мира да наздарын айтты. Қызымыз көніп отырма, егер қарсы болса алып кетеміз, дегені сол еді. Енесі Дәмеш апа, тайтары, алып қайтқан несі? Босаға аттаған соң қалсын, деді. Ескінің көрегенді адамы емес пе? Олар үшін қыздың қайтып келуі ұят. Мира тағы бірдеңе дейін деген еді, хабаршы құдалар бүктелген аппақ қағаз шығарды. Аякөздің өз еркіммен қалып отырмын деген қолхаты екен. Сонымен не керек, қуғыншылар да жиналып жолға шықты. Аякөз қайынсіңлісінің соңынан қуып, туған жеңгесі Мира бастаған және Мираның 2-ші қайнынысы Темір де бара жатыр. Онан соң нағашылары жағынан бір апайлары да қоса шықты. Шофер жігітпен қоса 4 адам болып жолға шыққан. Қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ демекші, Аякөздің барған жері қаладан әрі 5-6 сағаттық жерде екен. Бұлар өз ауылдан қалаға дейін 2 сағаттық жол жүреді. Сонымен не керек, барғанша оны мұны айтып көңілді барады. Қыздың өз еркіммен келдім деген хатынан соң болар бәлкім. Арада біраз уақыт өтіп, межелі жерге жетті. Ұзақ жол шаршатып, еңселерін басса да, қызымыздың абыройы деп тіктеліп жүрді. Есікті теуіп кіріп, қыз қайда демеді. Ұятқа балап, оның үстіне ең алдымен қызбен сөйлесейік, қаламаса алып кетеміз деп, келісіп келген жол бойы олар шымылдық астында отырған бір уыз қыз Аякөзді көріп жылап жіберді. Аякөз ең алдымен жеңгесі Мираны қыса құшақтап жылап алды. Ағасы онан соң әлгі апайы бар, бәрімен қауышып болған соң жөн сұрасып, бауырларымен әңгімелесті. Ағасы Темір, қалауың болмаса ештеңеге қарамай айт, алып кетемін деген. Десе де соңғы сөзді Аякөз айтты. Жігітті танитынын, өзімен бірге жұмыс жасайтын ұжымдасы екенін, зиянды әдеттері жоқ, жақсы жігіт екенін жеткізді. Жігітті жылатып, обалына қалмайын, әрі танимын, көз көрген жан, ешкімге зияны жоқ, бәлкім менің тағдырым болар, деп басын иіп төмен қарады. Есік аузында жапа тармағай жанталасып тұрған осы әулеттің аға жеңгелері, ал құдалар, қыздарыңызды көріп, көңілдеріңіз жайланса, қанеки, төрге шығыңыздар, деп улап-шулап бейменен алып кетті төргі бөлмеге.
Сонымен не керек, қуғыншыларды жөн жора салтымен жақсылап күтіп жатыр. Құданы қандай сыйлаған халық емеспіз бе? Бұл қазақта ертеден сонау бір әдет бар. Той қызықшылықта ақтан алып сіміріп қоятын. Онсыз құда қонақ күту оқта текте болады. Мирада күйеуінің рұқсатымен достар отырысында анда-санда ағакеңмен дос болатын. Онда да артық сілтеп алмайтын. Ал мұнда бәрі басқаша болды. Қуып келген қайнысы Темір жеңге мен ішпей-ақ қояйын. Ағасы тойып алыпты деген ұят болар. Ішпеймін, көңілім қаламай тұр дегенді. Онысын Мира құптады. Темірдің ішсе арқасы бар, көтеріліп кететін мінезді жігіт. Ішпегені тіптен жақсы деп қуанды. Ілесе келген нағашы апайы болса, емделіп дем салдырып жүргенін айтып, мүлдем аузына алмады. Амал жоқ, соншама құда-құдағидың күтісіне төтеп берген жалғыз ғана осы Мира болды. Ортаға ас келді, соңынан екінші табақ та келді. Енді түріп бөтен күтіліп жатыр. Шегіне жеткенін білген Мира қайнысына қайтамыз деді. Соның өзінде қазақтардың шығарып салуы да тым ұзақ қой. Жол ашар деп көлік алдында тұрып тағы ішті. Сонымен Мира тынды. Әрине бұл кезде қызбен қоштасып шыққан болатын. Темір жеңгесін көлікке отырғызып, өздері де мініп жолға шықты. Жол бойы Мира көліктегілердің миын қағып алды. Сендер үшін төтеп берем деп, мен күйдім деп арасында жылап та алды. Бірде өлең айтты, бірде ойнап күліп әзіл айтып жақсы келеді. Қалаға жақындап жетіп қалған заматта Мира көлікті тоқтат деп айғайлады. Түннің бір уағы болған шақ, айдалада жалғыз көлік тоқтады. Мира көліктің оң жағында отырған, есікті ашып аяқ басып түскені сол, өзі басқан жер қырлау, биіктеу жер екен. Сәл ары жүріп, теңселіп, тебіреніп барып, сол жерге әптен құсып жіберді. Маналы бері осы қинап келеді екен, жеңілдеп қалды. Тек көліктен жалғыз өзі түскеніне енді ғана қорыққандай ма, көліктен 5-6 адымға алыстап отырған екен. Құсып болып басын көтергені сол, қараңғы жерде дәл алдында бойы тым ұзын, 2 метрден аспаса кем емес, қолдары сүреңсіз, түрі сондай суық, көргеннен тілің байланып, аузың ашылып, жағың қарысып қалады екен. Мирада тура осындай күй кешті. Алдындағы беймалым адамға ұқсамас мақұлықты көріп, қорққанынан деп шыңғырып, айғайға салды. Көліктен Темір мен жүргізуші атып шығып, жанына келді. Талып қалған екен. Бұлар мас болған соң аяғы шалынып құлап қалды ма деп ойласа керек. Жеңгесін Темір көтеріп көлікке отырғызды. Нағашы апайы болса терең ұйқыда жатыр. Тіпті мана көліктің тоқтағанын сезбепті. Жеңгесінің бетіне су шашып, есін жинатқан соң жақсысыз ба деп сұрады. Ұзақ жер жүрсе де, мастығы сәл тарқаса да, бойында әлі де арақтың күші тұр. Мана не болғанын шырамытып есіне ала алмады. Көзін ашып, иә жақсымын деді де қайта ұйықтап кетті. Соншама шақырым ұйықтамағаны жүрегі көтеріліп тұрған соң болған екен. Үйлеріне аман есен таң асырып бірақ жетті. Бұл уақытта Мираның мастығы тарқап, тек қана ауырғаны қалды. Күйеуі Темірлан да қарындасының қашып кеткенін естіп, қайтуына 1 апта қалса да жұмысын тастап келген екен. Мираның өрт сөндіріп келгендей түрінің болмысын көрген ата енесі, бүгінге келіндік қызметтен босатамыз, жатып тынығып ал деді. Десе дегендей Мираның жұмыс жасау түгілі басын көтеріп жүруге шамасы болмағанды. Басының қатты ауырғанын естен танғанша ішкен арағынан көрді. Ойында артық ештеңе болмады. Бұл уақытта атасы бала-шаға қамын жасап, оларға қарап, енесі Дәмеш апа басы ауырған келіндеріне дәмділеп тұрып сорпа жасап қойды. Түс ауа ұйқысынан оянған Мира жалғыз басы емес, бүкіл денесін зіл басқан адамдай өзін көтеріп жүре алмай қалды.
Сонда да жата бергенім жөн болмас деп орнынан тұрып ата-енесіне жақсылап шайын берді. Жолдасы Темірлан да ештеңе айтпады. Жарының бұл қылығына түсіністікпен қарап, шай үстінде қыздың барған жері жақсы, бай бақуатты тұратынын айтты. Құдалары да ашық жарқын, көрегенді кісілер екенін де жеткізді. Жалғыз қыздарының барған жері текті, өсіп өнген отбасы екеніне қуанып, марқайып қалды қарт ата-ана. Не керек кеш қарайып, кешкі астарын ішіп, бәрі де өзді өз бөлмелеріне жайғасты. Балалар да ұйқыға кетті. Темірлан мен Мира оны-мұны сөз етіп, біразға дейін күбірлеп жатты. Бастапқыда білінбеді-ау, қалай ұйқыға бас қойды. Мира солай беймаза түстер көріп, шошып ояна берді. Түн ортасында ояна қалғаны сол, кеше түндегі құбыжық бейнені тағы да көрді. Көзін қайта-қайта уқалап, өңі не түсі екенін ажырата алмай бәйек болды. Айқайлайын десе тілі күрмеліп, дауысы да шықпай қалды. Кенет қатты қорыққанынан төсегіне сұлқ түсті. Осы бір пәлекет осынау берекелі отбасының шырқын бұзып, сарсаңға салатынын Мира да сезбеген еді. Болашақты ешкім болжай алмас. Таң атқанда Мираның көңіл күйі көтеріңкі қалыпта оянды. Кеше болған оқиғаны жай ғана түсім деп ойласа керек. Өң мен түсін ажырата алмаған соң, күнделікті күйбең тіршіліктің соңынан ілесіп, бұл отбасында күндері бір сарынды болып өте берді. Арада бір апта өткен кезде Мираның басынан мынадай оқиға өтті. Түнгі ауысым кезінде Мираны ұйқы қысып отырған болатын. Аядай ауылда жер болған соң, көбінде тыныш өтетін кезекшілігі. Бұл жолы да солай еді, бірақ Мираның аяқ астынан өзін жайсыз сезініп, беймаза күй кешуі зәре құтын қашырды. Өзіне не болғанын түсіне алмай, қара терге малшынған Мира осы жан мен тән қиналысынан өліп кетермін деп те ойлады. Бәлкім ажалым таяды ма екен деген үрейде одан армен бойын билеп алды. Бірде жалғыз отырса, бірде тура арқа тұсынан біреудің қарап тұрғанын сезеді. Кәдімгі көз қиығымен қараса, қап-қара сұлба көргендей болды. Жүрегі тулап, денесіне сыймай, ытқып шығардай болған ол, кенет көзін тарс жұмып, басын үстел үстіне қойып жата қалды. Сәл ғана уақыт өткенде бәрі тынышталғандай көрініп еді. Бұл жолы сезбеді, анық байқады. Иық тұсына зілді қолдың қойылғанын. Кәлимасын айтып тыныштық табайын деп еді. Порша терге малынып, күнде айтып жүретін кәлимасы мен салауаты тіл ұшында тұрса да, айта алмай әбігерге түседі. Әлден уақытта тұла бойы қатты түршігіп барып, беймаза күйдің ауылы алыстады. Мұнысына Мира тағы да назар аудара қоймады. Аурухана таза жер емес қой, содан болар. Әлде жүйкем сыр берейін деді ма деп ой үстінде отырғанда, жедел жеткен ауруға көмек көрсетумен айналысып, өзін ұмытып кетті. Алайда осы уақытта Мираның денесіне бір емес бірнеше оттан жаратылған пәлекеттер үйір болған екен, өкініштісі. Әупірімдеп жүріп кезекшілігін өткізді. Бұл түн өзгеше ұзақтау болды. Үйіне келіп, бірер сағат көз шырымын алып, үй шаруасына кірісетінін білетін ата-енесі де сұрланып кеткен келіндерінің өңін көріп, шамасы тыныққаны дұрыс деп топшылады. Бұл уақытта бір ұйқы асырған соң, Мираның күйгелек болған күйінен ештеңе қалмады. Тек жанында жүрген жолдасы Темірланды көрсе, жүйке шашы шымырлап сала беретінді шығарыпты. Күндер жаңылмастан өз тізбегін өткізе берді. Ұлы сөздің ұяты жоқ деген, Темірланның алдындағы жұбайлық міндетін атқарудан да қашатынды шығарды. Ер азаматтың көңілі орында болмаған соң, қалай онда көңіл күй болсын? Жақсы, тірліктен шаршап жүрген болар деп сыртқа серуенге, тіптен киноға барып қайтайық қалаға десе де, алар жауабы біреу, тек қана жоқ болды.
Әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас жарының бұл қылығын Темірлан түсіне алмай әлек болды. Басқа күндері оңаша қыдырамыз десе, қос қолдап келісетін жарының неге түкке қызықпай қалғанын ұғына алар емес. Түн ауай әрлі-берлі аунап, ой түбінен шыға алмай қалған Темірлан қалың ұйқыда жатқан жарының арқасынан құшақтап, мойнынан сүйе бергені сол, селк ете қалып, сондай бір күшпен Темірланның құшағынан суырылып шықты. Кәдуілге жарының түн ортасында бұлай тырысып қалғанына ызаланып, бетін бері қаратып сөйлеспек болған еді, шыңғырып тыныштық бер деп айқайды салып жіберді. Амалы жоқ, қарт ата-ана мен бала-шағаның тыныштығын бұзбайын деп теріс бұрылып жата қалды. Олма, үй ішіндегі келіншегінің жүріс-тұрысы да көзіне оғаш көрініп, одан армен сарсаңға салып қойды. Мираның бойындағы жағымсыз өзгерісті енді бәрі де байқады. Тіптен жұмыс жасайтын мекемесіндегі әріптестері де қорқайын деді. Өзінен өзі отырып алып күліп, бірде ыңырсып жылап, әйтеуір адам түсінбес оғаш мінездерді көрсете берді. Ал енді кейде тыныштала қалып, кәдімгі адамша баяғы қалпына түсе қалады. Сыныптай сырғып өткен сағат адамға бағынған ба? Арада зу етіп көзді ашып жұмғанша бір ай өте шықты. Темірланның да жұмысына баруы керек, жарына көңілі толмастан амалы құрып, вақталық жұмысына жол жүріп кетті. Іштей келген соң міндетті түрде сөйлесемін деді. Тіптен ауылдағы жақсы араласатын таныс жігітке жеңгеңді қарап жүрші. Бір апта жүріс-тұрысын байқап, маған хабар беріп отыр деп, тапсырма беріп, қолында құр алақан қалдырмай кеткен екен. Мираны сырттай аңдып жүрген бұл жігіт бір апта ішінде жеңгесінен оғаш қылық байқамады. Яғни жүріс салған әйел емес деп көңіліне күдік ұялаған Темірланның күдігін сейілтіп, бар шынын айтты. Ер азамат емес пе, жарының жанына жуымай жүргенінен көңіліне секем алып қалған. Бәлкім басқа біреуі бар болар деп. Алайда Мираның қылығы бұған қарама-қайшы. Яғни бет алды телефонға телмірмей, сөйлеспей, артық сәнденусіз, бәз-баяғы қалпында жүр. Бір аяғы үйде, бір аяғы жұмыста болғаны болмаса. Мұндайда адам өзінің ішкі сезімін біреуге айта алмайды да екен. Ең ауыры осы. Бүгін де жұмыстан келіп, зіл басқан денесін сүйретіп жүр. Кешкі ас қамына кіріскен. Кейін барлығы жайғастырып болған соң ұйқыға жатпақ болды. Бала-шағасы біраздан бері ата-енесінің орталарына жататын. Бөлме есігін ішінен кілттеп алған Мира өзін басқарудан қалды. Жастыққа бас қойғаны сол ұйықтап қалған екен. Кенет өңі ят түсі екені өзіне беймалым, бірақ өңінде нұрланып келген жолдасын көрді. Қолдарынан сипалап, қолын ұстап қысқаны мұның нақ есінде. Әуелі мойнынан иіскеп құшақтаған еді. Сондай бір хош иіс мұны елтіп алып кетті. Ұйқылы ояу солайша жарымен бірге тән ләззатына бөленіп жатты. Ертеңіне таң атып, ұйқысынан оянғанда әлгі өзгеше әтір иісі Мираның да денесіне сіңіп қалған көрінеді. О, тобай, түсім болдау, әйтпесе Темірлан жұмыста еді ғой, деп кешегі болғанды есіне алып, ойланып жатып, таңғы ас қамына кіріспегенін біліп, дереу орнынан тұрып ас бөлмеге жүгірді. Содан не керек, Мираның өмірінде осы жағдай жиі қайталана берді. Бастапқыда не болғанын білмей жүрсе де көп ойланғысы келмейтін. Жолдасы жақын үй ішінде де тіпті жұмыста да жап-жақсы жүретін. Мира жұмыстан қалай Темірлан оралса, солай адам түсінбес оғаш қылықтарын көрсете береді. Бір күні Темірлан ашы суға тойып алып, әйелін таяқ астына алды. Сенің біреуің бар ма? Мені көрсең жын көргенде құтыратындай. Сен не мені басынайын дедің ба? Кім ол, айтқане?
деп тепкілеп көк ала қойдай етті. Әрине Мирада қалыс қалып жатқан жоқ. Өзін барынша қорғап, жұдырық тигізбеу үшін соққыларды тосып ақ жүр. Бір уақытта Мираның көзі қызарақтап, есін білмейтін Темірланның өзіне атылды. Тіптен әйелінің қалайша қара күш иесіне айналып кеткенін түсінбей әлек. Мас күйде болса да өзіне тиген жұдырықтан әйел емес, құдды 10 еркек жабылып сабап жатқандай көрінді. Жатын бөлмедегі шудан ата-апа да оянып кетті. Сырттан қарап тұрып, олар жағаларын ұстады. Бір қолмен Темірланды көтеріп, әрлі-берлі соғып жатыр. Шыдай алмаған ана әй деп ауыз жиғанша болмады. Келіндері Мира атылып кеп ас бөлмеге жүгірді. Қолына пышақ алып, жолдасы Темірланға беттеді. Дәмеш апа зар еңіреп жылап, тоқтатуын сұрап жүр шырпыр болып. Балам, абайла деген ана дауысы мұның есеңгіреген есін жинатқандай. Қараса пышақ алып өзіне қарай ұмтылып келе жатқан әйелін көрді. Расында Темірлан қорқайын деді. Осы кездегі әйелінің түрін көріп барып, оған бір нәрсе болғанын ұққандай. Оңды-солды пышақты сермеп жүрген Мираның түрі түгілі дауысы да өзгеріп кеткендей. Темірланның жан сауғалап далаға қарай қаша бергені сол, асқан жылдамдықпен ізінен ілесіп ұмтыла шыққан Мира күйеуінің арқа тұсына пышақты сұғып алды. Жерде қанға малынып Темірлан жатыр. Бәрі де көрген түстей тез бола қалды. Мира болса солқ түсіп жерге құлап есінен танып қалды. Ата мен апа қорқып, енді не істерлерін білмей әлек. Жедел жәрдем шақырып, Темірланды алып кетті. Ізін суытпай тәртіп сақшылары да келіп, түсінік жұмыстарын алып жатыр. Мира бұл кезде есін жиып, есі ауысқан адамша мең-зең болып отыр. Түсініктемеге сәйкес Мираның пышақ тыққаны дәлелденіп, тергеу бөліміне алып кетті. Ортада аңырап жылап, қарт ата мен апа тірідей жетім атанып, әке-шешесін іздеп, зар жылап, шиттей балашаға қалып қойды. Бөлімшеге келгенше есі ауысқан адамдай көрінген Мираны жынданып кетті деп психбольницаға жөнелтті. Түнімен ойланған Қасымхан ата мен Дәмеш апа келіндерінің оғаш қылықтарын еске түсіріп, енді ғана бір байламға келді. Бәлкім оны молдаға оқытармыз деген. Ертеңіне көршілерге бала шағаны аманаттап, әуелі ауруханаға ұлдарының халін білуге барды. Есін жинап өз-өзіне келген екен. Ата-анасымен көріскеннен кейін кешегі болған жағдайды тағы да бір қайтара айтып берді. Бұл менің әйелім емес деп жиі айтты. Ата мен апа ауруханадан шыққан соң келіндеріне барып, сол мекеменің басшысымен сөйлесіп, бар жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз деп, әзер дегенде арада 3 күн уақыт өткенде келіндерін өздерімен ертіп кетеді. Заң өкілдері есінен адасқан деп үкім шығарып, оның үстіне жарақаттанған адамның жеңіл жарақат алып, тез есін жиюмен істі тез жауып тастады. Ауруханадан қолхат жазып, жақсы екенін айтып, ертерек Темірлан да үйіне шығып кетті. Бірақ жарымен ілеспей, ата-анасына ескертіп, олардың соңынан ілесіп, молдаға келді. Молда Мираны қарап, сүрелер оқып бастағаннан ақ, шыңғырып, талып қалып, өз-өзін ұрып, түсініксіз қылығын көрсете берді. Сонан соң әлгі молда жанына 3 молданы шақырып, ата мен апаны шығарып жіберіп, Мираны қайта оқи бастады. Осы сәтте Темірлан да ішке кіріп, жарының жанынан табылды. Құран оқылған сайын қинала түскен жарының тәнін көріп, көзінен жас парлап ақты. Неге ертерек білмедім деп іші өртеніп күйінді. 3 молда 3 сағат ауысыммен дем салды. Сонан соң Мира ұйықтап қалды. Сыртқа шыққан Ернар есімді молда ата мен апаға жағымсыз жаңалық айтты. Әрине мұны Темірлан да естіп тұр. Келіндерінің ішін оттан жаратылған ұялап алғанын айтты.
яғни үлкен жын кіргенін және келіндеріне ғашық болғанын, сол себепті осындай жағдай орын алғанын айтты. Әлі 3 әріп Мираны ұнатқаны сонша Темірланды одан қатты қызғанған. Отбасында болып жатқан келеңсіз жайттарды естіп, Темірланның қос бауырлары ауылға келді. Молдалар бұл бір күнде біте салатын іс емес. Ұзақ уақыт ем-шара жүргізу керектігін айтты. Алғашқы дем салған күні Мира бірден жақсара қоймады. Көзіне жолдасы Темірлан көрінсе болды, жыны қозып шыңғырып, оған тарпа бас салып жүр. Абырой болып екі қайнысы екі жақтап ұстап, молдаға қайта жетектеп алып келеді. Осындай арпалыспен бұл отбасының өмірі 1 айға жуық жалғасты. Мираның ішіне кірген жын өте үлкен жастағы, сондай-ақ оны қатты ұнатқан көрінеді. Қайта дәл уағында келіпсіздер, соның өзінде. Ол күйеуіне қастандық жасап үлгерді. Құдайдың өзі қарасып, аман қалған екен, деді молда кісі. Шыны керек, бұл уақытта ана мейірімін көре алмай, кішкентайлар да көңілсіз болып кетті. Жарына алаң қаққан Темірлан да вахталық жұмысының кезегі келгенде басшылықтан рұқсат сұрап бармайтын болды. Ата мен апа болса, қалайша бұндай жағдайға түстік? Бір демде сергелдеңге салындық-ау, деп күйінді. Тек бұл жағдайды Мираның төркініне естіртпеді. Оңайға соқпас оларға деп айтпады. Араға 1 ай салғанда барып, Мирадағы жақсы жаңалықты барлығы естіп қуанды. Сондағы молда кісі Мираға екінші қайтара ішімдік ішпеуін, жалаңбас жүрмеуін өтінді. Ал қазір Мира тіптен жиын тойларда да аузына ұрттап алмайтын болды. Қуаныш қызықтарда да баяғы шаш сәндеп жүруін де тоқтатты. Себебі жалаңбас жүрген әйелдің шаштарына шайтан жабысып алады екен. Адам болған соң түрлі жаман жер басып кетеміз. Бей уақытта кешқұрым апақ-сапақ сәтінде жалаңбас жүрген әйел кісілердің шашына шайтан қызығады екен. Мен де молда аузынан естігенде таң қалдым. Бірақ өз басымнан өткен соң сенбеске амалым болмады. Сондықтан өмірімде тәубе арнасына бұрған осы оқиғаны сізге айтуды жөн көрдім. Керек адам сабақ алар, ой түйер, менің халымды естіген қайын сіңлім де үлкен сабақ алды. Жастарға елітіп, орамалсыз жүрген ол, қазір басынан орамалын тастамай, әуретті жерлерін орап жүреді. Бір жағы осы аякөздің айтуымен де әңгіме жарыққа шықты.